Жақсы, алдындағы сабақта сіздермен қалай фильтр жасау керек, қалай сорт жасау керек, қандай түрлерді көруге болады, базадан сол туралы сөйлескен болатынбыз. Өшіре салайық әзірше. Енді сіздерге сол алдындағы сабақпен байланысты бір ұмытып кеткен маңызды мәселелердің бірін айтқым келіп отыр. Мысалы айталық, сізде бағанағы view бойынша да әртүрлі түрде көруге болатын. Мысалы айталық, сізде мына сыныбыңыздың база данных тұр. Бірақ сіз неткіңіз келеді, әрдайым кімнің үйіне бармадым, тек соларды көріп отырғыңыз келеді. Әрдайым бұлай фильтр жасап, таңдап отырудың қажеті жоқ. Ол үшін не істеуге болады? Тағы бір view қосуға болады. Мысалға таблица қыламыз, дәл осы таблицаны қалдыра берейік. То есть сізде міне бірде екі таблица болды қазір, мынандай. Енді сіз не істесеңіз болады, мына жаққа фильтр қосып қойсаңыз болады. Қандай фильтр? Айталық, үйіне бар мағандардың списігін нетесіз, сақтап қоясыз. Одан кейін мынаның өзінің атын ауыстырып қоясыз. Бүйтіп оң жағын басасыз да атын өзгертесіз. Деп жазамыз. Үйіне бару керек деп жазасыз да, былай. Осындай сізде бір таблица пайда болды. Фильтрді бассақ, тығып қояды фильтрдің несін. Қараңыз, сізде міне общий список бар. Сосын үйіне кімнің бару керек қарау үшін мынаны баса саласыз. Мына жерде кім? 4 адам бар. Мына жерден таңдасаңыз, бүгін мен Саматтың үйіне бардым, Айманның үйіне бардым деп таңдап қойдыңыз. Мына жаққа келеміз, 2 адам қалды. Міне 2 адам. То есть мына жерде сізде үлкен таблица болған кезде кейде қайта-қайта фильтр жасап, қайта-қайта сорт жасамас үшін осындай өздеріңізге ыңғайлы бір не жасап қойсаңыздар, view жасап қойсаңыздар болады. Бұл бір мысал еді. Енді бүгінгі күннің басты тақырыбына өтейік. Ол не? Ол template деген мәселе. Template деген не нәрсе? Template деген, мысалы, сіздің сыныбыңыз бар. Осы сыныпта айталық, сіз сыныбыңыздың әр балаға жеке-жеке бет аштыңыз осындай. Бірақ әр балаға сіз бірдей заттар жазуыңыз керек. Мысалы айталық, ата-анасын данные туралы, ол баланың хоббисі туралы, ол баланың жаңағы, білмеймін, әке-шешесі туралы данныйды. Ол үшін не істейміз? Кіресіз ішіне, сіз аласында жазып бастайсыз. Мысалы, анасының аты дейсіз, бірінші. Оны біз не қыламыз? Turn into, еске түсіреміз, heading 1 қыласыз, мысалы. Дәл солай сіз әкесінің атын жазуыңыз керек. Әкесінің аты деп жазасыз. Мұнаны бассаңыз, міне үстінде. Бұл полный бетке ашады, дәл осы бет, есіңізде болса. Сіз анасының атын жанына әкесінің атын жазғыңыз келеді. Одан кейін айталық, баланың хоббисі туралы жазғыңыз келеді. Хобби дейміз. Оны қалай істеуге болады? Heading 1-ді. Естеріңізде болса, бұлай бір хэштег қосып, бұлай бассаңыз, heading 1 болады. Одан кейін, давайте дублировать, қайта-қайта жаза бермес үшін, хобби болады, сосын айталық, қызығушылығы дейік. Қызығушылығы дейік. Осындай сіздерде қайта-қайта әр балаға осын жазасыз. Сізде ойлаңыз, қанша бала бар? 30 бала болуы мүмкін. Кез келген тақырыпты. Қайта-қайта осын, мысалға айталық, мына жаққа сіз плюс үші, скажем, не қосқыңыз келеді? Әр баламен, мысалы, осы бетті бөлісетін болсаңыз, әр балаға айталық сіз бір, допустим, call-out қойғыңыз келеді. Мына жерге бір әдемі нен суретін қойып, мысалға, оқы деп жазып қойғыңыз келеді. Әр балаға осын істегіңіз келеді. Сосын алып, допустим, не болу мүмкін? Сіз өз суретіңізді жүктеп қойғыңыз келеді, мына жерге. Мына жерден бір сурет алайын, мен дайын. Допустим, өз суретіңізді жүктеп қойғыңыз келеді, жаман түрмен. Әр бала сіздің түріңізді көріп өтсін, мысалы. Қысқартайық, қазір. Notion'да мынандай пайда болған. Бассаңыз, қайда кетті, Құдай ау.
сөйту керек болады, маңызды емес. Мысалы осылай қалдырып неткіңіз келеді суретіңіз, бірақ бүкіл балаға осылай қойып шығуыңыз керек, әр балаға осылай әртүрлі жасап бүйтіп істеп қоюыңыз керек. Ата-анасының бір суретін қойғыңыз келеді әр балаға. Давайте бұны біз не қыламыз? Жоқ, мына жақта image дейік. Әр баланың ата-анасының суретін жүктеңіз. Осылай 30 бала бар ма? 30 балаға істеуіңіз керек. Ұзақ уақыт алады, Олай болмас үшін не істеуге болады? То есть әрдайым бір затты қайта-қайта жаза бермес үшін не істеуге болады? Сіз мысалы, сіз жаңа беттесіз, 9 сыныбының бетіндесіз. Бірінші былай істейсіз. Мына жерде міне Ньюдің жанында мынандай бір нүкте не бар, бір перне бар. Соны басасыз. Мына жерде мынандай екеуі болмайды. Сосын new template дейсіз. Дайын бір template дейсіз. Соны басасыз, атын жазасыз. Бұл темплейттің аты не болсын? Мысалға басты бет деген болсын. Осының ішіне бүйтіп ашып қоюға да болады. Осының ішіне не істегіңіз келеді? Жаңағы темплейт, дайын бір подготовленный бет рет. Соның бәрін осы жерге істейсіз міне. Бүйтіп жазып қоясыз жаңағы. Өзгертесіз барлығын, Мысалы, анасының аты, әкесінің аты, мына жерге мысалы семейный суретін қойып қоям дейсіз. Мына жерде, допустим, там бірінші әкесінің аты тұрсын, анасының аты тұрсын. Сосын хобби деп бастаған кезде бірінші мынандай не дейді, bullet point-пен тұрсын деген сияқты. Осылай қалдырасыз. Не болады былай істесем мен? Барлық балада осы бет шығады. То есть темплейт ретінде дайын тұрады. Мұны қазір оны істеген кезде көресіздер, артқа дейін. Мысалы, қазір мен саматты ашам. Ашқан кезде міне басты бет деген пайда болды, көрдіңіз. Осыны басқан бетте не шығады? Мен жаңа дайындап қойған барлық нелер автоматты түрде шығады. Осыны сізге қайта-қайта сол зат жаза беріп қажет болмайды. Уже мына жаза бастайсыз да, жаңағы керекті данылардың барлығын бүйтіп. Қайта-қайта жаңағы бір затты жаза берудің қажеті болмайды. Басты бетті бір басып қаласыз. Сосын уже мынау дайын тұрады, сізде жаза бастайсыз деген сияқты. Даже Notion'да мынаны басқыңыз келмесе, дата бол мысалға не емес, менде бәрі дайын тұрсын десеңіз, мына жерде міне көрдіңіз, empty-да default деп тұр. Ол не деген сөз? Ашқан бетте мысалға ештеңе жоқ. Просто бос бет тұрады деген сөз. Empty бет, бос бет тұрады. Бұлай алып, қайтып басып, әр баланы басқан кезде осы бет, мысалы басты бет ашылсын десеңіз, с нуля. Онда мен set as default дейсіз. Осын for all views in наны басасыз. Сонда мен қазір мысалы жаңа айманды қайтып басып қалған бетте, ол қазір менде не істейді? Неғып симметр. Ашылған беттер ғой. Жаңадан бала ашсам, міне, жаңадан бір бала ашам, атын, допустим, Шахмардан дейін. Шахмардан деген бір ат жазып қойын. Ашқан бетте, жаңа бала ашқан кезде үстіп бәрі дайын тұрады. То есть, ашылғандарға емес, жаңаларға ашылады. Осыны темплейт дейді. Мен мысалға өзім қалай қолданам? Мен кезінде үстіп әр неге кітаптарға не жазатымын андай, обзор жазатымын. Өзім үшін, мысалға мынаққа жаңа көргендеріңіздей, қандай не, авторы кім, жанры қандай, қай күні бітірдім, рейтинг қойып сөйтіп жүргем, басында бұлдай қалып қойып. Мұны ішіне кірсек, айталық, мысалға мына жерде не бар? Старики море нашек. Мұна кітапты мен жаздым, үстіп ішіне нелер жазып қойып, нелері бар. Не туралы, анау-мынау деген сияқты, қандай құндылықтар бар деген сияқты, мен бәрін істеп қойдым. Осыны каждый раз ашқан кезде жазып отпау үшін дайын темплейт істеп қойғам. Мысалы мен мынаған жазбағам да, көріңіз, дайын темплейттер тұр. Non-fiction, fiction, екі темплейт істеп қойғам. Бұл не? Общаться с ребенком как дейді, non-fiction басам. Ол дайын жаңағы бүкіл нелерді шығарады маған. Оны мен істедім, біреудің алып есімде жоқ. Осындай мұны темплейт.
Қысқаша солай. Енді бұл темплейтті сізде көп қолданатын боласыз, әртүрлі нелермен. То есть неңіз, ойыңыз қай жерге дейін жетеді, сол жерге дейін почти істеуге болады. Темплейттің ішінде таблицалар қойсаңыз болады, әр бетті өз-өзіне байласаңыздар болады. Енді қолдану несі жоқ, шегі жоқ ода. Қысқаша солай. Енді база данных туралы барынша ауқымды ақпарат беруге тырыстым. Сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар, жауап беруге тырысайық. Негізі қысқаша басты білу керек ақпараттар осы еді, таблица туралы, база данных туралы.